Саламатсыздар ма, құрметті курс тыңдаушылары. Келесі дәріс тақырыбы газдарды сығу және тасымалдау. Компрессорлар. Компрессор ауаны, газдарды буды тиісті қысымға дейін сығатын машина. Бұл гидравликалық машина сорғы қозғалтқыштан алған механикалық энергияны сығылған газдың потенциалдық энергиясына және жылуға түрлендіреді. Компрессорлық станциялар құрылымының кешенінде келесі объектілер мен құрылымдар болуы мүмкін. Бір немесе бірнеше компрессорлық цехтар, жинау жүйесі, механикалық және сұйық қоспаларды бөліп шығару және залалсыздандыру, электрмен жабдықтау, сумен қамтамасыз ету, канализация, байланыс, найзағайдан қорғау, электрохимиялық тұттанудан сақтау, автоматты түрде басқару және механизация жүйелері, қосалқы және көмекші объекттер болуы мүмкін. Келесі суретте бізде компрессордың негізгі құрылысы берілген. Бұл яғни коленчатты балдан, корпустан, шатуннан, поршынды қалағынан, яғни поршынның өзінен, цилиндрден құралған және айналдырғыш маховик және саниктен негізгі құрылымы көрсетілген. Поршында компрессорлардың жұмыс істеу тәртібі, яғни төмендегідей, ол солдан оңға жылжығанда цилиндрдегі қысым азаяды, қысымдардың айырмасы нәтижесінде, яғни сору клапаны ашылады. Цилиндр ауаға немесе газға толады. Бұл яғни бір сатылы поршынды насостардың, компрессорлардың сызбасы келтірілген бұнда. Келесі ротационды компрессорлар. Бұлар поршынды компрессорлармен салыстырғанда ерекшелігі бұл кривошипті шатунный механизмнің және екі бағытта жылжитын поршынның болмауы. Сондықтан ротационды компрессорлар жақсы, тепе-теңдікті және қозғалмалы бөлшектердің саны аз. Оларды пайдалану оңай және сенімдірек. Ротационды насостардың, компрессорлардың кемшіліктері олардың жасалынуымен және жөнделуі өте қиын және қозғалмалы бөліктерінің бұлар яғни ауыр тозуы. Барлық ротационды компрессорлардың конструкциялардың көп түрлігін екі негізгі түрге жатқызуға болады. Бұл яғни айналатын роторлы компрессор және жылжымалы роторлы компрессорлар. Көрсетілген келесі компрессор түрі бұл қазіргі уақытта, яғни тоңазытқыш қондырғылары мен май толтырылған вентті компрессорлар қолданылады. Май беру арналары арасындағы будың ағып кетуі және шуды азайтады. Бұдан басқа циркуляциялық май қысылған будың температурасын төмендетеді. Бұл қысымның арақатынасын, яғни 18-20-ға дейін жеткен кезде бір сатылы жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Вентті компрессорлардың жұмыс схемасы келтірілген. Бұл яғни бірінші сору, екінші соруды өшіру, үшінші қысу, жеткізу және басқарылатын ротор, сонымен қатар индикаторлық диаграмма сияқты бөлшектерден тұрады. Келесі суретте бірнеше өндірістік компрессорлық машиналар келтірілген. Жаңағы тасымалданатын газдың тасымалдау ұзақтығына байланысты компрессорлардың түрлері таңдалып отырады және газдың құрамына байланысты. Сол себепті компрессорлық машиналар өндірістегі ең көп қолданылатын және кең ауқымды машиналардың бірі болып саналады және бұл өндіріс үшін өте қажетті құрал болып саналады. Себебі өндірістің арасындағы газдарды сығу арқылы бір-біріне жеткізу, құбырлар арқылы тасымалдау немесе бір өндірістен екінші өндіріске тасымалдау үшін міндетті түрде компрессорларды қолданамыз.